Recording progress. Осы есепті шығарған кезде тағы да бір тәсіл бар. Мына u бөлінген v, яғни екі функцияның қатынасы болса, одан туынды тапқан кезде бөлшек күйінде бөлімінде v-ның квадраты болады. Ал мұнда u штрих v азайтылған u v штрих деген бұл туынды табудың негізгі ережелерінің бірі ретінде көрсетіледі осы формула. Осы формуланы пайдаланып екі бөлінген x-тің туындысын табуға болады. Үстінде 2 деген санды функция ретінде қарастырамыз. Бөлімінде x тұр ғой, сондықтан x квадрат болады бөлімінде. Ал u штрих v деген сөз 2-нің туындысы нешеге тең? 0-ге тең. Көбейтілген v деп тұрғанымыз x азайтылған. Енді u дегеніміз біздерде 2-ге тең. 2 v штрих, яғни x-тің туындысы ол 1-ге тең. Болады минус 2 бөлінген x квадрат. Мына жердегі алған форм, жаңағы жауап, алдыңғы жауап минус 2 бөлінген x квадрат деп тұр ғой. Осы жауапқа жетіп тұрмыз ғой. Яғни бұл жерде екі түрлі бағытпенен есепті шығарып кетуге болатынын байқаймыз. Recording progress. Мына функцияның туындысын табарда да біздер u бөлінген v-ның туындысы деген ережені қолданып кете аламыз. Бөлімінде v-ның квадраты болады. Алымында u штрих v азайтылған u v штрих болады. Енді бізде u деп тұрған функциямыз x минус 2 ғой, u дегеніміз. Сонда өзімізге ыңғайлы болу үшін жазып алайық. u дегеніміз x минус 2. Ал u-дің туындысы дегеніміз x минус 2-ның туындысы. Ол 1-ге тең болады. Ал v дегеніміз ол x қосылған 3 бөлімінде тұр ғой. Ал бұның туындысы, оның туындысы да 1-ге тең. Міне осы өзіміз байқаған жағдайларды пайдаланып, бөлімінде v квадрат дегеніміз x плюс 3-тің квадраты болады. Ал алымында u штрих дегеніміз біздерде 1-ге тең. Көбейтілген v дейді. v дегеніміз x плюс 3. Азайтылған. u дегеніміз біздерде міне x минус 2. Көбейтілген v штрих. v штрих дегеніміз біздерде нешеге тең болды? 1-ге тең болды. Тең болады. Тең болады. Бөлшек. Бөлімінде x плюс 3-тің квадраты. Алымында x қосылған 3 азайтылған. Енді 1-ді көбейткен кезде санның өзі шығады ғой. Жақшаны ашып жіберейік. Минус x плюс 2 деп. Тең болады. Сонда мына x терменен минус x екеуі жойып кетейін деп тұр ғой. 3-ке 2-ні қосқанда 5 болады алымында. Бөлімінде x қосылған 3-тің квадраты болады. Сонда бұл берілген есептің бір бөлігін ғана тауып тұрмыз. Біздер әрине мына тұрған бірінші бөлігін қатынастан тауып тұрмыз. А минус 5x-тан туынды тапқан кезде не болады? 5x-тан туынды тапқан кезде сіздер білесіздер, ол 5-тің өзі болады. Сонда жауабында не шығайын деп тұр? Жауабында мына бірінші бөлігін бөлек тауып алдық, осыны тұтас жазамыз деген сөз. 5 бөлінген x қосылған 3-тің квадраты. Сосын азайту 5x-тің туындысы. Егер алдында азайту болса, мына жерге минус шығады ғой. Минус 5. Міне осылайша жауапқа жетеміз екен. Келесі есеп, 12-ші есеп кішкене күрделірек, себебі алымында x квадрат минус 2x деген өрнек тұр екен. Дәл жаңағыдай u штрих, v штрих деген сияқты u бөлінген v деген бөлімдінің туындысын табу ережесін қолданып кетеміз. Біздерде бөліміндегі жағдайда x минус 4-тің квадраты болады бөлімінде. Ал алымында не болады? u штрих x квадрат минус 2x-тің туындысы. 2x минус 2, u штрих дегеніміз көбейтілген v. Ол x минус 4-ке тең азайтылған. u дегеніміз x квадрат минус 2x. Көбейтілген v штрих дегеніміз ол 1-дің өзіне тең.
тең болады. Бөлімінде x минус 4-тің квадраты, алымында 2x'ті көбейтіп жіберем ғой, енді x'ке 2x квадрат азайтылған 8x азайту 2x, мына минус 2-ні көбейтіп жатырмын қазір. Минус 2-ні x'ке көбейттім, енді минус 2-ні минус 4-ке көбейтем, плюс 8 болады. Плюс 8. Қашан ашып жіберем, келесі тұрған мына өрнектен минус 2 деп тұрғандардан минус x квадрат плюс 2x болады. Енді бірге көбейткенде өзі ғой, оны түсініп отырсыздар деп ойлаймын. Тең болады, бөлшек бөлімінде x минус 4-тің квадраты, алымында 2x квадраттан x квадратты азайтамыз. Жай ғана x квадрат болады. Минус 8x басып қоям. Себебі мына жерде минус 2x-ті байқап қалдым жаңа. Плюс 2x пен екеуі жойылып кететіндігін. Екеуі жойылып кетеді. Сосын плюс 8 қалды. Плюс 8. Сонда бөлшектің күрделі бөлігін туындының бұл функцияның бірінші қатынас түрінде тұрған жерінен осындай өрнек шығады екен. Сосын минус 3x плюс 2-ден туынды тапқан кезде бөлек жазып қойық. Минус 3x плюс 2. Оның туындысын табатын болсақ, минус 3 болады. Себебі саннан туынды тапсақ 0 болып кетеді, x-тің алдында тұрған коэффициент өз алдына шығады. Енді біздер көбінесе осы жағдайда біздер жиі келтіріп тұрмыз. Коэффициент мысалға мынадай kx қосылған v деген сызықтық функцияның туын тапқан кезде k шығады деп айтамыз жиі. Неге олай екен? Себебі k туынды табудың ережесі бойынша да k алдына түседі. X-тің туындысын тапқан кезде 1 болып қалады. Ал санның туындысы 0-ге тең болады. Сонда минус 3x плюс 2-де тек қана минус 3 шығып отырады. Осыған назар аударыңыздар. Түгел бітіріппіз ғой. Бітіргенде жауабымызды жазайық просто. Жауапты жазу үшін басқа түспенен келтіріп қояйын. Сонда бірінші өрнек түгеліменен мына жерге сыйғызуға тырысайын. Бөлшек алымында x квадрат азайтылған 8x плюс 8 бөлімінде x минус 4-тің квадраты. Сосын мына минус 3x плюс 3-тен плюс 2-ден туын тапқанда минус 3 деген шықты. Міне осы өрнек берілген есептің жауабы болып табылады.